біз оқушыларды қабылдауға болады, бірақ қабылдаған кезде 3-1 ережесі арқылы қабылдайсыздар. Енді платформасының өзіне өтейік. Біздің платформаның басты беті платформаға кіру үшін оң жақтағы төбесіндегі бұрышында кіру батырмасын басуыңыз қажет болады. Кіру батырмасын басқаннан кейін өзіңізге ыңғайлы тәсілді таңдайсыздар. Электронды цифрлы қолтаңба арқылы кіретін болсаңыздар, қолтаңбаны компьютердан немесе ноутбуктан таңдап, құпия сөзді енгізу қажет болады. Құпия сөз енгізілгеннен кейін сіздердің ұялы телефон нөмірлеріңізге 5 таңбалы SMS код келеді. Сол SMS кодты платформаға енгізу қажет. Содан кейін жүйеге кіру батырмасын басамыз. Ары қарай рұқсат беру батырмасын басамыз. Сіздер кірген кезде ұйымның жеке кабинетін таңдау қажет болады. Содан кейін кіру батырмасын басамыз. Сіздер енді платформаға сәтті кірдіңіздер, біз қазір мемлекеттік қызметтер деген бөлімде отырмыз, бұған содан кейін қайтарамыз, өтінім түскеннен кейін. Сіздер платформаға кіргеннен кейін ең басында өтінімді қарастыратын қызметкерді қосуыңыз қажет болады. Оны қосу үшін қызметкерлер деген бөлімге өтесіздер, оң жағындағы бұрыштағы қосу батырмасын басасыздар, содан кейін қызметкердің ЖСН-ін тересіздер, және жіберу батырмасын басасыздар. Қызметкердің ұялы телефон нөміріне 1414 нөмірінен SMS хабарлама келеді. Осындай хабарлама жеке деректерге қол жеткізу үшін. Сол хабарламаға қызметкер 511 деген мәтінмен жауап беруі қажет. Қазір келесі батырмасы қол жетімді болған кезде сол батырманы басып келесі қадамға өтеміз. Кішкене күте тұрайық. Келесі батырмасы қол жетімді болғаннан кейін сол батырманы басып, келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда біз қызметкердің толық аты жөнін, ЖСН-ін, туған күнін, ұялы телефон нөмірін және азаматтығын көреміз. Рөлді таңдау үшін рөл деген бөлімге өтуіміз қажет. Бұл жерде таңдауға 2 рөл бар. Осы қызметкері, бұл қызметкер паспортизациямен айналысады, жаңағы сіздердің сыныптарыңыздың шектеулерін, шағын аудандарын реттейді, және орындаушы. Орындаушы жеке кабинет сіздердің мектептеріңізге түскен өтінімдерді қарастырады. Біз орындаушы деген рөлді таңдайық. Енді сақтау батырмасын басамыз. Сақтау батырмасын басқаннан кейін сіздер осындай хабарлама көресіздер, және қызметкерлеріңіз жеке кабинетке қосылады. Енді біз шағын аудан бөліміне өтейік. Сол жағында шағын аудан деген бөлімді ашамыз. Сіздердің жеке кабинеттеріңізге, сіздердің мектептеріңіз бойынша шағын аудандар тартылады. Бірақ сіздер кіріп тексерулеріңіз қажет. Мүмкін кейбір мекен-жайлар жоқ болады, немесе артық мекен-жай болады. Сол кезде артық мекен-жай болса, сіздер ажырату батырмасын басасыздар. Сол кезде мекен-жай босалады. Ал жаңа мекен-жайды қосу үшін көк мекен-жай қосу батырмасын басу қажет. Содан кейін біз көшенің атауын жазамыз, немесе қала және көшенің атауын жазуға да болады. Алматы, Бакиева деп жазайық. Содан кейін іздеу батырмасын басамыз. Сізге осы Розыбакиев көшесі бойынша барлық мекен-жайлар көрсетіледі. Мекен-жайды өзіміздің мектепке тіркеу үшін көк тіркеу батырмасын басамыз. Мекен-жай сәтті тіркелді деген хабарлама көресіздер. Енді сыныптар шектеулеріне өтейік, сыныптар лимиттарына. Сыныптар лимиттары да сіздердің жеке кабинеттеріңізге алдын ала тартылатын болады. Бірақ кейбір сыныптар болмаса, немесе артықтары болса, кейбір сыныптар болмаса, сіздер оны өздеріңіз қоса аласыздар. Жаңа сыныпты қосу үшін сол оң жағындағы бұрыштағы көк батырманы басамыз. Осы батырмасын содан кейін оқу жылын таңдаймыз. Ары қарай оқу тілін таңдаймыз. Оқу тілін таңдаған кезде сіздердің мектептеріңізде бар деп көрсетіледі. Сіздердің мектептеріңізде мысалы тек қазақ тілі болса, тек қазақ тілі болады. Екі тілде де болса, екі тілде көрсетілетін болады. Одан да көп болса,
сол көрсетті. Мысалы қазақ тілін таңдайық. Содан кейін осы орын санын таңдаймыз. Мысалы 100 бала деп таңдайық. Және сыныптар санын 4 сынып деп бөлейік. 25 баладан. Содан кейін сақтау батырмасын басамыз. Лимит сәтті жасалды деген хабарлама көресіздер, және сіздің жеке кабинетіңізге сыныптар қосылады. Кейбір ақпаратты қате енгізіп қойсаңыз, оны түзетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Оны түзету үшін әрекет деген бөлімін батырмаға басу қажет. Өңдеу деген батырманы. Басқаннан кейін бұл жерде өзіңіз жаңа ақпаратты таңдай аласыз. Мысалы, оқу тілін түзете аласыз, орын санын түзете аласыз, және сынып санын түзете аласыз. Сақтау батырмасын басамыз, ақпарат түзетіледі. Енді біз қазір ата-ананың жеке кабинетіне өтейік. Сіздерге өтінім қалай жіберілетінін көрсететін боламын. Қазір біз ата-ананың жеке кабинетіне өттік. Ата-ана өтінімді жіберу үшін жеке кабинетке кіргеннен кейін осы бетке түседі. Бұл бетте бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау батырмасын басу қажет. Ары қарай онлайн қызметке тапсырыс беру батырмасын басамыз. Бұл бетте бізге баланы таңдау қажет. Бірақ ата-ана бірінші рет кірген кезде балалары көрсетілмейді. Себебі балалары көрсетілу үшін бізге жеке деректерді өңдеуге рұқсат алу керек. Ол үшін баланы қосу батырмасын басады ата-ана. Осы бетте ата-ананың балалары көрсетіледі. Және де өтінім жіберу батырмасы болады. Сұрау жіберу деген батырма. Сол сұрау жіберу батырманы басқаннан кейін әр бала бойынша жеке-жеке жіберу керек. Ата-ананың ұялы телефон нөміріне осындай SMS хабарлама келеді. Сол SMS хабарлама 511 деген мәтінмен жауап беру қажет. Жауап бергеннен кейін бала жеке кабинетте пайда болады. Егер қандай да бір себептер бойынша ата-ананың жеке кабинетінде балалары бойынша ақпарат көрсетілмесе, онда мемлекеттік қызметтер деген сілтемеге басу қажет. Осы сілтемеге. Сілтемеге басқаннан кейін біздің платформа егов сайтына сілтейді. Бұл жерде ақпаратты жаңарта алады ата-ана. Енді баланы таңдап келесі қадамға өтейік. Баланы таңдадық. Егер балада ерекше білім беру қажеттілігі бар болса, осы құс белгісін қойып шығу қажет. Құс белгісі қойылғаннан кейін сіздер мектеп ретінде көресіздер. Осы бала ерекше білім беру қажеттілігі бар екен, бала екенін көресіздер. Енді келесі қадамға өтейік. Екінші қадамда ата-ана өтінімнің түрін таңдау қажет. Шағын аймақ бойынша немесе шағын аймақтан тыс. Шағын аймақ бойынша өтінімді қабылдаған кезде ата-ананың тіркелген мекен-жайы бойынша мектептер көрсетіледі. Менің мекен-жайым бойынша қазіргі уақытта бір мектеп қолжетімді. Ал шағын ауданнан тыс өтінімді таңдаған кезде ата-ана басында қаланы таңдайды, содан кейін ауданды таңдайды, және өзіне қажет мектепті таңдайды. Мен мысалы 32-ші мектепті таңдаймын. Содан кейін ата-ана қолжетімді көрсетілген тілдердің бірін таңдайды, оқу тілін, қазақ тілін таңдайын, және келесі қадамға өтеді. Үшінші қадамда біздің платформа автоматты түрде солардан 052 және 065 анықтамаларын жүктейді. Бірақ кейбір балаларда ол анықтамалар болмауы мүмкін. Сол кезде біз деректер табылмады деген жазуды көрсетеміз. Осындай жазуды көрсе ата-ана файлды өзі қолмен жүктеуі қажет. Өзінің ұялы телефонынан немесе компьютерінен. Файлды жүктегеннен кейін файл жүктелді деген жазу көреді. Және де баланың жеке төрт суретін жүктеу қажет. Құжаттарды біз жүктедік. Құжаттарды жүктегеннен кейін екі жерден құс белгісін қойып, келесі қадамға өту қажет. Төртінші қадамда өтінім бойынша толық ақпарат көрсетілетін болады. Осы жерде құжаттарды жүктеп алуға болады. Және де өтінішке қол қою қажет. Ол үшін өтінішке қол қою батырмасын басады ата-ана. Өзіне ыңғайлы тәсілдің бірін таңдап қол қояды. Электрондық цифрлық қолтаңба арқылы немесе егов мобайл мобильдік қосымшасы арқылы. Мен қолтаңба арқылы қол қоямын.
қол қойылды. Содан кейін сіз өтініш сатты қол қойылды деген жазуды көреді ата-ана. Енді мектептің жеке кабинетіне өтейін. Мектептің жеке кабинетіне кірдім. Енді мемлекеттік қызметтер бөлімі бізде ашылады. Осы мемлекеттік қызметтер бөліміне барлық мектебіңізге түскен өтінімдер көрсетіледі. Өтінімді өңдеу үшін әрекеттер деген жазудың астында көз белгісін басу қажет. Бұл жерде біз өтінімнің ақпаратымен толық танысамыз. Қажет болса біз құжаттарды жүктеп ала аламыз. Ата-ана салған құжаттарды бәрін тексеріп алғаннан кейін жаңағы басында қызметкерді қостық қой біз, орындаушы қызметкерін. Сол орындаушы қызметкері өзіне шешім қабылдау қажет. Бас тарту немесе қабылдау. Кешіріңіз, микрофондарыңызды өшіресіздер ме? Енді өз өзім естіп отырмын. Орындаушы бізге экран көріп тұрған жоқ, сізді ғана көріп отырмыз. Әріптестер, айтып өтіңіздерші, экран көрініп тұр ма? Жоқ, сіздің слушай отқаныңыз ғана көріп жалғастыра берейін. Басында біз қосқан қызметкер, орындаушы, осы өтінімді өңдеуі қажет өзінің жеке кабинетінде. Көз белгісін басады. Бұл жерден бас тарту немесе қабылдау шешімін қабылдайды. Бас тартуды қабылдаған кезде біздің платформа көрсеткен себептердің бірін таңдау қажет. Мысалы, сынып комплекті, сыныпта орын жоқ деген себепті таңдап, растау және жіберу батырмасын басады. Біз енді бұл өтінімді қабылдап жіберейік. Қабылдау батырмасын басамын. Осы кезде орындаушының жеке кабинетінде басқа ешқандай батырмалары болмайды. Тек директор өтінімге қол қоя алады және өтінімді қайтара алады. Қайта өңдеуге. Қайта өңдеуге қайтару үшін осы сары батырманы басамыз және себебін жазамыз. Ал қол қою үшін қол қою батырмасын басып, өзімізге ыңғайлы тәсіл таңдаймыз. Бұл жерден сіздер заңды тұлғаның электронды цифрлы қолтаңбасы арқылы қол қоятын боласыздар директор ретінде. Қол қойылғаннан кейін өтінім қабылданды деп саналады. Сіздер өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізде хабарламаны жүктеп аласыздар. Бұл жерде орыс тілінде және қазақ тілінде шешім туралы ақпарат көрсетіледі. Қазір ата-ананың жеке кабинетіне өтейін. Ата-ана да өзінің жеке кабинетінде хабарламаны жүктеп ала алады. Көріп тұрғандарыңыздай, мәртебесі қабылданды дегенге өзгерді. Хабарламаны жүктеп алайық. Бұл жерде де жазылып тұр, менің балам бойынша шешім қабылданды және 25-31 тамыздың аралығында бұйрық шығады деген сөз. Осымен көрсететінім бітті. Сұрақтарыңыз болса, қолдарыңызды көтеріп қоя беріңіздер, жауап береміз.